Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте дәмді әрі оңай бургерлер жасайтын боламыз. Ол үшін 400 мг жылы сүтке 2 шай қасық қант, 1 шай қасық тұз, 1 ас қасық ашытқы салатын боламыз. Оның үстінен 60 грамм сары майымызды саламыз. Сары май ерітілген болу керек, және де барлығын жақсылап араластырамыз. Жасап шығыңыздар. Міне бірінші соусымызды жағамыз. Сосын салатный листті және котлет, помидор, қиярымызды қойып, екінші бетін жауып, осылай жасаймыз. Бургеріміз дайын. Сіздермен болған Перизат, астарыңыз дәмді болсын. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, және